Қайырлы күн. Осы видеода мен сіздерге арықтауға көмектесетін ең маңызды дәрумен туралы айтатын боламын. Қалай ойлайсыздар, арықтау үшін, артық салмақтан арылу үшін бізге қандай дәрумен қажет? Ол D дәрумені, яғни D витамині. D витаминінің жұмысы біздің ағзамыздағы гормондардың жұмысына өте ұқсас келеді екен. Жалпы дүние жүзінде осы D витаминінің тапшылығы мен артық салмақтың байланысына қатысты 140-тан аса зерттеулер жүргізіліпті. Сол зерттеулердің нәтижесінде адамның артық салмағы мен D витаминінің тапшылығының байланысы дәлелденген екен. Енді қалай білеміз бізде D витамині жеткілікті мөлшерде ме, әлде тапшы ма деп отырған боларсыздар, иә? Адамда D витаминінің дефициті болған кезде өзін әлсіз сезінуі, шаршаңқы болуы, ауыршаң болуына, дене бұлшықеттерінің ауырсынуы өте жиі байқалады екен. Әсіресе баспалдақпен көтеріліп түскен кезде бұлшықеттерінің ауыруы өте жиі байқалады екен. Кімде D витамин жетіспейтін адамдарда, иә? Енді D витаминіне қатысты айтатыным, мына адамның салмақ тастау барысында D витаминінің жетіспеушілігі өте қатты әсер етеді екен. Неліктен адамға D витамин жетіспейді деген сұрақ туындауы мүмкін, иә? Ол әдетте күн сәулесінің жетіспеуінен де болады екен. Мысал үшін өздеріңіз байқаған боларсыздар, иә? Күн бұлыңғыр болған кезде, бір қар жауады ғой, бірнеше күн тоқтамай. Сондай кездерде күннің сәулесі жәнегі азғантай мөлшерде болған кезде адамдарда бір апатийный состояние болады, иә? Ештеңе істегің келмейді, бір жалқаулық басып тұрған сияқты, көңіл күйің болмай. Осының барлығы жәнегі адамда D витаминінің жетіспеушілігінің белгісі екен. Яғни күн сәулесінің жетіспеушілігінен D витаминінің тапшылығы болады екен. Одан бөлек, 40 жастан асқаннан кейін адамдарда өте жиі D витаминінің тапшылығы байқалады екен. Мына диабет ауруы, астма ауруы, мына қан қысымы аурулары, одан кейін тағы қандай аурулар береді, аутоиммундық аурулар, соның барлығы осы аурулар болған кезде адамдарда D витаминінің жетіспеушілігі өте жиі кездеседі екен. Семіздіктен де осы D витаминінің тапшылығы байқалады екен. Одан кейін стресс, депрессия, күйзеліс, көңіл күйдің болмауы, осының барлығы адам денесіндегі ағзасындағы D витаминінің тапшылығына келеді екен. Оның механизмі былай. Мысал үшін, сізде күйзеліс болған кезде, стресс болған кезде ағзада жәнегі стресс гормондарының нормасы көтеріледі екен. Сол кезде ағза оны балансировать ету үшін, нормаға келтіру үшін жәнегі D витамині жұмсалады екен. D витамині сөйтіп жәнегі егер адамда ұзақ мерзімде длительный стресс болатын болса, D витаминінің нормасы нормадан төмендеп кетеді екен. Сондықтан стресс пен D витамині бір-бірімен тығыз байланысты деп айтуға болады. Одан бөлек, тәтті көп жейтін адамдарда, әсіресе қанты бар тәттілер көп жейтін адамдарда осы D витаминінің тапшылығы өте жиі кездеседі. Өйткені жәнегі гормондардың жұмысы, тағы да өздеріңіз естіген шығарсыздар, білетін шығарсыздар, адам көп тәтті жеген кезде инсулин көп мөлшерде бөлінеді. Сол инсулинді ағза қайтадан жәнегі басу үшін, нормаға келтіру үшін жәнегі D витамині тоже жұмсалады екен. Сөйтіп D витамині, егер адам көп тәтті жейтін болса, нормасынан түсіп кетеді екен. Енді жәнегі D витаминінің тапшылығын қалай анықтауға болады деп отырған шығарсыздар. Дәлірек, тура шынымен жәнегі D витаминінің сізде дефициті бар ма жоқ па оны білу үшін негізі барып қан тапсырып, лабораториялық тұрғыдан анализ тапсырып, жәнегі D витамині сізде шынымен жеткілікті мөлшерде ме, әлде жетіспей ме, соны анықтаған дұрыс екен. Ең дұрысы осы жолмен анықтау. Енді мына сіздерге бір қызық нені айта кетейін, зерттеу болыпты мынандай. Артық салмағы бар адамдар, мысалы үшін арықтаймын деген артық салмағы бар адамдарға және зерттеу жүргізген ғой. Сол кезде кальций мен D витамин қабылдаған адамдардың салмақ тастауы тезірек жүргенін байқаған екен. Сіздер ойлап қалмаңыздар, мұнда D витамині жәнегі арықтауға тікелей көмектеседі деп. Жоқ, мұнда бұл жанама түрде көмектеседі. Және алдында айтып өттім, иә, адамда D витамин жетіспеген кезде, яғни ештеңеге құлқы болмайды, күш-жігер болмай, бір апатийный состояние болады, иә. Жәнегі арықтау экспериментінде айтып отырмын ғой, кім D витамин қабылдады, кальций қабылдады, оларда арықтау процесі тезірек жүрді. Өйткені жәнегі адамда күш жігері, ерік жігері болған кезде, энергия болған кезде арықтау процесі әрине тезірек жүреді. Оны өмірмен байланыстырып айтатын болсам, өздеріңізде байқаған боларсыздар, өздеріңізден бір нәрсені жасаймын, арықтау үшін жүремін, спортқа жазылам дейді адам, ойлайды да, мақсат қояды да, бірақ көбінде энергия жетпей, адам жәнегі мақсатына жете алмай жатады. Егер де сізде D витамин тапшы болса, ағзаңызға жетпесе, онда сіздің жәнегі арықтау мақсатыңызға жетуіңіз енді екі талай, қиын болады. Өйткені көп адам ойлайды, бұл күш-жігердің, яғни сила воляның жәнегі төмендігі деп. Не всегда так. Көбінде адамда
жәнегі D витамин жетіспесе, өзінің мақсатына тек қана күш жігердің, тек қана сила воляның арқасында жету өте қиын болады. Сондықтан, егер де сізге D витамин жетіспесе, сіз D витамин қабылдасаңыз, сөйтіп норма болатын болса, сіздің ағзаңызда сіздің жәнегі күш қуатыңыздың артқанын, энергия пайда болғанын, жәнегі бір нәрсе мақсат қойған мақсатыңызға тез жетуіңіз тезірек болады. Соның ішінде арықтау процесті. Мысалы үшін арықтағыңыз келсе, D витамин сізде норма болса, әрине сіз жүгірем дейсіз бе, жүгіресіз, жүрем дейсіз бе, жүресіз, жаттығу жасаймын дейсіз бе, жасайсыз, аэробикаға жазып арықтаймын дейсіз бе, арықтайсыз. Яғни қойған мақсатыңызға жетуге сізде энергия болады. Сондықтан жәнегі арықтау процесіне осылай жанама түрде D витамин әсер етеді екен. Одан бөлек мұнда айтатын маңызды нәрсе, жалпы D витамині бізге екі жолмен келеді екен. Ол біреуі, жәнегі айттым я, күн сәулесі арқылы деп, жәнегі күн сәулесі арқылы денемізде D витамин түседі. Екінші жолы ол тамақ арқылы. Яғни жәнегі сүт өнімдері, әртүрлі майлы балықтың түрлері, одан кейін жұмыртқа, саңыраулақ D витамині өте бай. Сондықтан D витамині тапшы болмау үшін ағзаңызда көбірек жүріңіздер, серуендеңіздер, таза ауаға шығыңыздар. Жәнегі айтқан тағамның түрлерін менюларыңызға көптеп күнделікті енгізіңіздер. Сонда сізде D витаминінің тапшылығы иншалла болмайды.